Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз тарих қойнауына саяхат жасаймыз. 16 ғасырда Қазақ хандығының абыройын көтеріп, елін бірлікке ұйыстырған ұлы тұлға Қасым ханымен сұхбаттасатын боламыз. Қасым хан Қазақ хандығының қуатын арттырып, Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар жинағын енгізген дана басшы. Бүгін біз сол дәуірдің тыныс тіршілігін өз аузынан еститін боламыз. Хан ием, алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Жәнібек ханның ұлымын. Әкеміз Қазақ хандығының шаңырағын көтерген сәттен бастап, елдің бірлігі мен тәуелсіздігі біздің басты мұратымыз болды. Жастайымнан ел ісіне араластым. Атқа қонып, жорықтарға қатыстым, жауынгерлік өнерді меңгердім. Хандыққа келгенімде менің алдымда бір ғана міндет тұрды: елді ұйыстыру, ұлан-ғайыр даланы қорғау. Елді басқарудағы ең үлкен қиындығыңыз қандай болды? Қиындық аз болған жоқ. Даламызды сыртқы жаулардан қорғау, ішкі алауыздықты тоқтату үлкен сынақ еді. Бірақ ел бірлігінің арқасында біз осының бәрін еңсере білдік. Жауға найза, елге ақыл керек дегенді ұстандым. Сіз Қасым ханның қасқа жолы атты заңдар жинағын жасадыңыз. Бұл заң халыққа қалай әсер етті? Қазақ елі кең байтақ жерді иеленіп отырды. Бірақ жер дауы, мал-мүлік дауы, ел ішіндегі қылмыстар тәртіпке келтірілмесе, елдің тыныштығы бұзылады. Сондықтан мен 5 бөлімнен тұратын заң жүйесін енгіздім. 1. Жер дауы, жерімізді кім қалай иеленуі керек, оны қорғау жолдары. 2. Мал-мүлік дауы, малға, дүние-мүлікке қатысты әділ шешімдер. 3. Қылмыспен жаза, ұрлық, кісі өлтіру, зина сияқты қылмыстарға қатаң жаза. 4. Әскери тәртіп, әр ер азаматтың ел қорғаудағы міндеті. 5. Жұртшылық ережелері, салт дәстүрді сақтау, елдің әдет-ғұрпын қорғау. Бұл заң әділдіктің символы болды. Халық Қасым ханның қасқа жолы деп әділ шешімге жүгінетін еді. Сіздің тұсыңызда Қазақ хандығы күшейіп, халықаралық деңгейде танылды. Бұл қалай жүзеге асты? Менің билігім тұсында хандықтың шекарасы кеңейді. Жайықтан Сырға дейін, Жетісудан Еділге дейінгі жер біздің иелігімізге қарады. Халық саны миллионнан асты. Мәскеумен, Ноғай ордасымен, Бұхара, Хорезммен дипломатиялық қарым-қатынас орнаттық. Тіпті Еуропа тарихшылары да алғаш рет қазақ деген ел бар екенін жазды. Бұл біздің елдігіміздің мойындалуы еді. Енді бүгінгі ұрпаққа қандай өсиет айтасыз? Менің өсиетім бірлік. Қазақ жерінің кеңдігі байлығымыз, бірақ оны қорғау парызымыз. Ел азаматы білімді болса, дәстүрін қастерлесе, еліне адал болса, мемлекетте мықты болады. Ұрпақтарым, тәуелсіздіктің қадірін біліңдер. Жеріңді қорғаңдар, бірліктеріңнен айырылмаңдар. Рахмет хан ием, сізден естіген әрбір сөз біз үшін үлкен тағылым. Тәуелсіздікті нығайту жолында бізге қалдырған өсиетіңіз мәңгі есте қалады.